Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен өте дәмді апельсинка тортын жасаймыз. Бұл торт өте сочный әрі нәзік, ешқандай да пропиткасыз, өзінің дәмі өте ерекше торттардың бірі. Керекті заттар: апельсин шырыны, үккіштен өткізілген сәбіз, 3 жұмыртқа, сұйық май, ұн, қопсытқыш, шекер және апельсиннің цедрасы. Шекер мен жұмыртқаны 2 есе аппақ үлпілдек масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Масса жақсылап көтеріле бастағанда сұйық майды құямыз. Майымыз толығымен араласу қажет. Оны біраз шайқаймыз. Жұмыртқалы массаның үстіне енді апельсин шырынын құямыз. Біздің тортымызға осы апельсин шырыны өте ерекше дәм береді, әрі тортымыз ылғалды болып шығады. Апельсиннің цедрасын саламыз. Осыны жақсылап араластырып, келесі этапты лопаткамен араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массаның үстіне үккіштен өткізілген сәбізді саламыз. Лопаткамен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Біздің смесіміз сұйық бұтау болады қазір. Уайымдамаңыздар, ол піскенде өте әдемі жұмсақ болып шығады. Және де біздің сәбізіміздің дәмі де өзі де байқалмайды торттың корждарынан, себебі торттың коржына біз сәбізді өте майда үккіштен өткізетін боламыз. Бұл сәбіз өте сочный, әдемі дәм беретін болады тортымызға. Келесі ұн мен қопсытқышты араластырып, елгезектен өткізіп саламыз. Лопаткамен астынан үстіне қарай толық араластырамыз. Мен 4 ыдысқа бөліп пісірдім. 22-23 диаметрмен пісірсеңіздер болады. Бұл корждар өте тез піседі. Және де толықтай суытып, крем жағып, торт етіп жинаймыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Өте нәзік, өте керемет торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамды соңына дейін тамашалағандарың үшін рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Мен сіздермен тағы да өте керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Бұл торттың мен кескен суретін түсіріп үлгермеппін, бірақ менде басқа сырты сәндеумен торттың кескен суреті бар. Мен сіздерге қазір саламын. Осындай болып шығады іші. Сіздермен болған рецептілер Розамен.